25 майдағы шоқ-шоқ гүлдерді, мұңыштық гүлдерді, машиналарды, мектептің алдына келіп тұрған подарка көріп болдыңыздар ма? Яғни мұндағы бұлардың барлығын көріп отырып, мен өзім қандай ой түйдім. Яғни бір күнгі қуанышын бар кезде осылай тойлап берейік деп ата-ананың ол да бір арманы, баланың мектеп бітіргенін тойлау. Бірақ әр нәрсенің өзінің нормасы болу керек. Біз үлкендер өзіміз тыйылу керекпіз ондайдан. Бізде жалпы қазақтар жағдайына қарамай керемет той жасайды, кредитқа батып. Сол кезде олар басқалардың жағдайын ойлаған жоқ қой. 500 адам шақырады, 1000 адам шақырады, анағын қарамайды. Басқаларды қарамайды, мысалы, тойлай береді, жағдайына қарамай, ят болады деп. Енді сол сияқты ойлап әкелген шығар, ол гүлдерін де, керемет машиналарын да мектептің алдына шентіріп, Бірақ енді әр нәрседе шек болады. Егер біз үлкендер өзіміз осындай бір есер соқтықтан арылатын болсақ, балаларымыз да ондай керемет шашылмайтын болады. Дүниені, байлықты білімге салатын болады. Экономиканы дамытуға қарай салу керек ақшаны, ондай күнделікті қуанышқа да салу керек, бірақ енді керемет шашылу керек деп мен өз басым олай ойламаймын. Бірақ баланың қуанышын да тойлаған дұрыс. Әр нәрседе өзі шек болу керек. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға маған жазып кетіңіздер.